Сәлеметсіздер ме балалар? 83-ші сабақ Ш әрпімен танысамыз. Ең алдымен каналға жазылуды ұмытпа. Ш әрпі бізде дауыссыз дыбыс екен. Қане бірге қайталайық. Ш, щетка. Суретке назар аударайық. Балалар не істеп жатыр балалар? Балалар біреуі щеткамен тісін тазалап жатыр, ал біреуі киімін щеткамен тазалап жатыр. Ал біреуі аяқ киімін щеткамен тазалап жатыр екен балалар. Келесі суретте не берілген? Плащ берілген екен. Плащ сөзі буынға бөлінбейді екен балалар. Қарамен жазылған сөздерді оқиық. Ащы, тұщы, плащ. Жақсы, келесі жұмбақты оқы, шешуін тап. Тісті жусаң тазартар, киімнің шаңын азайтар. Бәтеңкеңді жаңартар. Бұл не? Бұл не екен балалар? Щетка екен. Есте сақтаймыз. Щетка. Жақсы. Келесі орнына ауыстырылған сөйлемдерден мәтін құра дейді. Бізге 5 сөйлем берілген екен. Бұларды өз орнына қояйық. Бірінші, біздің жақта 2 көл бар. Біреуінің суы ащы, сондықтан оны ащы көл деп атайды. Екіншісінің суы тұщы, оны тұщы көл деп атайды. Келесі тәтті және келесі суретте ащы берілген екен. Ащы сөзіне дыбыстық талдау жасайықшы балалар. Дауысты, дауыссыз және дауысты әріптерден тұрады екен. Жақсы балалар, сау болыңдар.